Атырау облысы білім беру басқармасы Оңайбай Көшеков атындағы Атырау аграрлы-техникалық колледжі. Дайындаған педагог Қарлығаш Пушкиновна Халялова. Модульдің атауы тіл және әдебиет, пән атауы қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы индустрияландыру ұлттық өндіріс сөз мәдениеті бөліміндегі қара көмір, мыс кендері, Алматы метросы сөз дәлдігі тақырыптары. Оқу сабақтары барысында білім алушылар игеретін кәсіби біліктердің тізбесі. Мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып сұрақтар құрастырады. Жазба жұмысын абзац пен бөліктерге бөледі, ойын дұрыс жүйелеп жазады. Логикалық және стильдік түзетулер енгізеді, редакциялайды. Қадірлі оқушы, экрандағы суреттерге назар аудара отырып, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші, экранда ненің суреттері бейнеленген? Қазақстанда тас және қоңыр көмірдің мол қорлары қайда орналасқан? Мыс қайта өңдеуге келетін металл түріне жата ма? Алматы қаласында метромен жүріп көрдіңдер ме? Метро бекеттердің сәулетін қалай бағалайсыздар? Қадірлі оқушы, суретке қарай отырып сұрақтарға жауап бере отырып, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын болжадыңыз деп ойлаймын. Сабақтың дескрипторы сөздіктен сөздерге анықтама бере алады, суретке қарап тақырыпты болжайды, өз пікірін білдіреді. Сабағымыздың алғашқы тапсырмасы оқылым. Мәтінді оқып, өткен сабақтағы оқылым мәтінімен салыстыра талдаңдар, стилін анықтаңдар. Сіздерге алдыңғы сабақта өтілген темір тальго мәтіні мен бүгінгі жаңа сабақ мәтіні қара көмір мәтіні берілген. Қара көмір мәтіні. Шахтаның ішіне түссеңде сол қараңғылық. Қолыңа ұстатқан керосин фонарь мен тар шахтаны бойлап жүргенде алдыңнан адам итерген көмір тиеулі вагонеткалар кездесетін. Көмірді қол қайламен шауып жатқандарға барсаң, екі ұшыда сүйір қайламен жылтылдаған көмір пластасын дамылсыз ұрған шахтердің өнімсіз еңбегіне жаның ашитын. Енді шахтаға электр лифтімен түсесің. Оның тазалығы да, жылдамдығы да қонақ үйлердегі лифтілерге ұқсайды. Шахтаның ішіне түссең, ол да электрленген бір сарай. Тізбектелген вагонеткалар көмірді қазір электр күшімен ғана тасиды. Көлбей жасалған шахталардан тізбектеліп өздері шығып жатады. Тік шахталарды машиналар көтеріп жатады. Көмірдің қызарып жатқан жеріне барсаң, бүкіл денесімен тұтаса қимылдап жатқан комбайндар. Олар көмірді қазып жатқан сияқты емес, көмір аталатын жердің өзегін үздіксіз және мол тарта сорып жатқан секілді. Соған қарап тұрып, тапқыш адам ойының көмірге арнап шығарған бүкіл қуатына қайран қаласында тұрасың. Бұл мәтін Сәбит Мұқановтың жол жазбаларынан берілген. Келесі темір тальго мәтіні. Теміржол машиналарын жасау саласының өсуі қарқыны мен жүрдек қозғалысты дамыту бағдарламасы іске асты. Тальго вагондарын шығаратын зауыт салынып, өнімдері елімізде кеңінен пайдалана бастады. Теміржол саласы үшін электровоздар мен тепловоздар ғана емес, заманауи жүк және жолаушылар вагондары да өзімізде жасалады. Қазір олар түрлі бағыттарда жолаушы таситын жүрдек пойыздарда пайдаланылады. Кәсіпорынның өндірістік орынжайларының жалпы аумағы 31.000 шаршы метр. Өндірістік қуаты жылына 150 вагон. Еуропалық сапа стандарттарына сай озық технологиялар мен материалдарды қолдану пойыздың сағатына 200 шақырымға дейінгі жылдамдықпен жүруін қамтамасыз етеді. Вагондардың пайдалану мерзімі 40 жыл. Испанияның атақты фирмасы шығарған вагондардан жасақталған тұлпар тальго пойызы Алматыдан Астанаға дейінгі жолды 13 сағат ішінде жүріп өтеді. Темір жолдың кейбір бөліктерінде бұл пойыздың жылдамдығы 160 км/сағат. Бұл мәтінді оқи отыру барысында екі мәтінді салыстыра отырып стилін анықтайсыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы. Мәтінді оқып, өткен сабақта мәтінмен салыстырасыз, құрылымы мен рәсімделуін талдайсыз, тілдік ерекшелігі мен стилін ажыратасыз. Сабағымыздың келесі тапсырмасы сұхбат. Көмірдің болашағы бар ма? Экономикада қомақты үлесі бар ма? Жасыл саясат кедергі ме деген сұрақтар төңірегінде журналист пен тау-кен металлургия кәсіпорнының басшысы арасындағы сұхбатын жазыңыздар.
Бүгінгі таңда еліміздегі электр энергиясының 70%, қоқыс химиясы өндірісінің 100%, коммуналдық тұрмыстық сектор мен халықтың отынға деген сұранысы толығымен көмір саласына тәуелді. Осы салада жұмыс істеп жатқан адам саны 35 мыңға жететін көрінеді. Жуырда индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің қолдауымен республикалық тау-кен өндіруші және тау-кен металлургия кәсіпорындары қауымдастығы ұйымдастырған технологиялық жаңғырту жағдайында көмір өнеркәсібінің жаңа мүмкіндіктері атты форум өтіп, отандық және шетелдік сарапшылар, кәсіпкер мен мемлекеттік орган өкілдері Қазақстанның көмір саласының болашағы туралы пікір алмасты. Осы форумда сөйлеген индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Роман Склярдың айтуынша, тау-кен өндіру, металлургия және көмір кәсіпорындарының қызметі еліміздің 7%-дан астамын құрайды. Яғни отандық экономиканың алдыңғы қатарлы саласы үкімет алдында шикізат индустриясын, табиғи ресурстарды басқару тәсілдерін, өндірістерді жаңғыртуды жүргізу, оның ішінде үздік технологиялар трансферті және заңнаманы өзектендіру есебінен қайта қарастыру және ұйымдастыру міндеті тұр. Бүгінде Қазақстанның жаһандық мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті шарттар мен ресурстар бар кезде алдымызда бар әлеуетті іске асыру міндеті тұр, деді министр. Құрметті оқушылар, сұхбатты жүргізу барысында осы министрдің сөз сұхбатынан өздеріңізге көмек аласыздар. Сұхбаттың дескрипторы, мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен тілдік оралымдарды анықтайсыз, мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып сұрақтар құрастырасыз, публицистикалық стильдің стильдік және жанрлық ерекшеліктерін ескере отырып сұхбат құрастырасыз. Келесі кезектегі тапсырма, берілген сөздер мен тіркестерді тақырыпқа бөліп, кестеге дұрыс орналастырамыз. Сіздердің алдарыңызда металлургия және мұнай өндірісі кестесі берілген. Астында берілген сөздер мен тіркестерді осы қай бағытқа арналған теріп жазып, кестені толтырамыз. Бұл тапсырманың дескрипторы. Сөздер мен тіркестерді тақырыпқа бөліп орналастырасыз, логикалық және стильдік түзетулер енгізіп редакциялайсыз, тілдік ерекшелігі мен стилін ажыратасыз. Келесі кезекте жазылым тапсырмасы. Құрметті оқушылар, сіздерге екі тапсырманың бірін орындау тапсырылады. Бірінші, берілген суреттерге сүйене отырып және ғаламтор деректері мен энциклопедиялық мәліметтерді пайдаланып, Қазақстандағы металлургияның дамуы туралы мақала жазыңдар. Екінші, еліміздегі металл өндірісінің болашағы туралы ойларыңды жинақтап, Попс формуласы әдісімен жазыңыздар. Попс формуласының өзегі: бірінші сөйлем менің ойымша, екінші сөйлем мен оны былай түсіндіремін, үшінші сөйлем оны мынандай деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын, соңғы сөйлем осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім деп жазасыздар. Жазылым тапсырмасының дескрипторы. Жазба жұмысын абзац пен бөліктерге бөлесіз, ойыңызды дұрыс жүйелеп жазасыз. Логикалық және стильдік түзетулер енгізіп редакциялайсыз, публицистикалық стильдің стильдік және жанрлық ерекшеліктерін ескересіз. Бүгінгі сабағымыздағы тілдік норма бағытындағы тақырып сөз дәлдігі. Әдеби тіл стильдерінің көркем әдебиет, публицистика, ғылыми стиль, ресми стиль бәріне бірдей қажет сапа, ол сөз дәлдігі болып табылады. Сөз дәлдігі сөйлеу тіліне де қатысты. Мысалы, университетті қызыл дипломмен бітірді. Ал оның дұрысы сөз дәлдігі университетті үздік дипломмен бітірді болады. Емтиханнан 5 алды делінеді. Ал сөз дәлдігінде бұл емтиханнан үздік баға алды деп алады. Қымбатты оқушылар, сабақтың өн бойында сөз дәлдігін мұқият сақтаңыздар. Келесі кезекте бізді оқылым тапсырмасы жалғайды. Мәтінді оқып, құрылымы мен рәсімделуін, жанрлық ерекшеліктерін талдаңдар. Сіздерге Алматы метросы мәтін берілген. Алматы қаласында алғаш рет метрополитен ашылды. Ресми мәліметтерге қарағанда, метро көлік кептелісін қысқартуға, қаланың экологиялық ахуалын жақсартуға, сондай-ақ көлік мәдениетін қалыптастыруға зор ықпал етпек. 1988 жылдың 7 қыркүйегінде метрополитен құрылыс басталды.
Кеңес одағының заңы бойынша тұрғындар саны 1 миллионнан асатын қалада жер асты жолын салу міндеттелгенді. Ал Алматы қаласы тұрғындарының саны 1981 жылы-ақ миллионнан асқаны жөнінде ресми ақпарат жарияланды. Алматы метрополитенінің ұзындығы 10,3 шақырым. Әзірге 9 бекеті бар. Олар Райымбек Батыр, Жібек жолы, Алмалы, Абай, Байқоңыр, Мұхтар Әуезов атындағы драма театры, Алатау, Сайран және Москва бекеттері. Метрополитеннің тереңдігі 40 метр, пойыздың жылдамдығы 40 км сағат, жүру жиілігі 10-13 минут. Әр аялдаманы безендіруде ұлттық ою-өрнектерге басымдық берілген. Сондай-ақ қазақтың тарихи болмысынан сыр шертетін композициялық суреттер жер асты жолын әрлендіре түскен. Мәселен, Абай бекетінде қоладан жасалған панно флоренциялық нақышпен өрнектеліп, қазіргі заманға сай безендірілген. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының бейнесі, ақынның өлеңдері мен қара сөздері тасқа қашалған. Метрополитенде жолаушыларға желдеткіштер, эскалаторлар мен көтергіштер қызметі ұсынылған. Қазіргі заманға сай әрқайсысы 4 вагоннан тұратын сыйымдылығы 940 адамдық электропойыздар жолаушыларды тасымалдауда. Бұл оқылым тапсырмасының дескрипторы. Мәтінді мұқият оқисыз, құрылымы мен рәсімделуін талдай отырып, жанрлық ерекшелігін ажыратасыз. Сабағымыздың келесі тапсырмасы ой талқы. Метрополитен экологиялық ахуалды жақсартып, көлік мәдениетін қалыптастыра ала ма деген сұраққа екі түрлі пікірді жақтап ой талқы өткізіңіздер. Қорытындысын кестеге жазасыздар. Сіздердің алдарыңызға иә және жоқ деген екі сызба берілген кесте. Иә десеңіз де дәлелдемесімен, жоқ десеңіз де дәлелдемесімен кестеге толтырасыз. Ой талқының дескрипторы. Мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды қолданасыз. Ойыңызды дұрыс жүйелеп жазасыз, маңызды тұстары мен үрдістерді талдап жазасыз. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың кері байланысын менің тағы айтарым бар тәсіл арқылы жазасыз. Яғни, менде бүгінгі сабақта қандай ой пайда болды, мен не сезіндім, маған не ұнады, маған не қиын болды, менің тағы білгім келеді деген сұрақтар арқылы айтарыңызды айтып, кері байланыс жасайсыз. Сабағымыздың қорытындылай келе, сіздердің алдарыңызға бағалау парақшасы ұсынылған. Ондағы берілген бүгінгі сабақ бойынша бағалау критерийлері мен дескрипторлар орналасқан. Осыған байланысты өзіңіздің жауаптарыңызды белгілеп, балл көрсеткіштеріңізді қоюға болады. Үйге тапсырма. Дүниежүзі бойынша метрополитен жүргізген мемлекеттер туралы мәлімет жинап, артықшылықтары мен ерекшеліктер туралы кесте құрыңыздар. Үй тапсырмасының дескрипторы. Тілдік құралдарды орынды қолданып, құрылымын сақтап жазасыз. Мәтін мазмұнын түсінесіз, нақты аргумент айта аласыз. Салыстыра отырып, кесте құрасыз. Қымбатты оқушылар, бүгінгі жаңа сабағымызды игертуде сіз бен бізге қазақ тілін жалпы білім беретін мектептің 10 сыныбының жаратылыстану математика бағытынан алған қазақ тілі пәні бізге көмек берді. Сіздердің де тапсырмалар орындау барысында осы кітаптың сіздерге көмек берері анық. Сабаққа белсенді қатысқандарыңызға рахмет айта отырып, білім алаңында келесі кездескенше сау болыңыздар.